Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге махаббат туралы хикая деп аталатын жаңа әңгімені баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Қасым аға, неге осы кезге дейін үйленбей жүрсіз? Оның сыры бар ғой айналайын. Оқуға түскелі ауылға соққаным осы еді. Әке-шешемде бір төбенің басындағы 6-7 үй, ағайын туыс та келгеніме қуанып арқа-жарқа боп қалды. Біздің ауыл Жиделі каналының бойында. Мен оқып жүрген Қ қаласынан 15-20 шақырымдай жерде еді. Тұңғиық қараңғы түндері қаланың оты самаладай жарқырап көрініп тұрады. Колхоздың тарысын, қауын қарбызын егетін 6-7 үй орталыққа көшпей, жылда бақша басын қыстайтын. Каналға қол созымда. Төбесіне қара үйде қауқиған шоқ жыңғыл өскен, шоқат құм етегіне қора қопсысы жапсарланып бей-берекет орналасқан тымпиған тоқал тамдар. Үркердей шағын ауылдың үлкен-кішісі біздің үйге топылған. Біздің үй дегеніміздегі үйіміз, есігі алдында отын су, аяқ табақ қоятын ас үйі бар жалғыз бөлме. Бірақ жалғыз болғанымен кең, шағын колхоздың клубындай десе болар. Адам аузы мұрнынан шығады. Ана есік жақтағы үлкен кесек пеш түбінде отырған менің әкем сүгір. Мұрны қос жұдырықтай, күректе үлкен сақалды, қара сұр шал. Назары суық, шүңірек көз адам. Ал қазір қуаныштан ба өңі жылып күректей сақалын қайта-қайта тарамдайды. Сығылысқан көпшіліктің орын жетпей әбіржегенін мәнсүрге алмай төр алдында жәпіреген сары шал түте-түтесі шыққан көне құс жастықты шынтақтап көсіліп жатыр. Ол әкемнің өкшесін басып жүрген аталас ағайыным. Неге екенін қайдам, ол терезе тұстағы бақша арасына жайғасқан менен көзін жазбайды. Қолға су құйып, дастархан жайып, самаурын әкеп, қолды-аяққа тұрмай лыпылдап шауып жүрген қатпыш қара торы келіншек жесір жеңгеміз Мауыты. Ол да мен жаққа әлсін-әлсін қарағыштап, аты жоқ, жөні жоқ ыржияды. Маған деп сақтаған барын дастарханға төгіп, қуанышы қойнына сыймай екі езуі құлағына жетіп шешем жүр. Ашаң арық, аурудан тұрғандай жүзі бозарыңқы болатын, қазір бетіне қан жүгіргендей. Қыста ауыл адамдарының қолы бос, жаз кәрісіне дейін қамалған. Үйде ине шаншар жер жоқ. Түс әлетінде келгенмін. Қалайша лезде хабарлағанына таңым бар. Сырт киімді шешіп үлгермей-ақ жетіп келіскен. Балаларың кеп көзайым болып жатсындар ма? Бүгін шешейдің толғататын күні. Балаңның алғаш оқудан келгеніне той жасай десіп, әуелі әкем мен шешемді ортаға алысты. Сосын маған қарап бұрылып: аман есен келдің бе шырағым? Оқуың жақсы ма қалқам? Бәсе, оқуың бітетін уағы болған жоқ қой десіп біраз жамырасты. Қайдан бітсін? Бақандай 4 жыл оқиды ғой деп әкем мұртын талдап қойды. Үлкен оқу, мұғалім болу оңай емес деп әкеме таяу отырған бір кемпір менің оқуымнан хабары бар адамдай басын шайқап таңданды. Қасым өсіп қапты, сымға тартқандай, сүмбідей жігіт болған, енді сүкен келін түсірсе де болады ғой, таңырқаса ішіп жей қарасады. Қысылып отырмын. Бәрінің назары маған ауғандай. Манадан тым-тырыс елдің сөзін бағып жатқан шайым бір кезде: газетіңде не жаңалық бар деді кеудесін көтеріп. Не дерімді білмедім. Газет оқып тұрмыз. Көп жаңалық көп. Қайсысын айтайын? Айтсай балам деп әкем менің тоқталып қалғаныма қиналғандай сақалын сипалады. Қайсысын айтайын? Кәрісіңнің соғысы не болды әлгі деп шайым жымиып, мысқыл жымиыс сынап отырғанын аңғардым. Көпшілікте не дер екен дегендей аңтарыла қалған. Теріскейі жеңіп жатыр. Шайым қысқа жауабыма қанағаттанбады. Тағы сұрақ берді. Біздің үкімет болысып жатыр ма? Біздің бе? Болсады ғой. Сонда қалай? Біздің әскерде соғысып жатыр ма? Ол жағын білмедім. Әлі шеке екенсің ғой дегендей мырс етіп езу тартқан ол дастархан шетіндегі кесесіне қолын созды. Немене, соғысқа жіберсе барайын деп педің деп әкем шайымның мені мүдірткенін жақтырмай қабағын шытты. Газетте жоқ нәрсені бала қайдан білуші еді? Шай ұзақ ішілді. Ауылда кесе жетіспейді. Жиегі кетік, түбі машина жіппен шандылған темір құрсаулы, сан сықпытты кеселер бір қолдан бір қолға көшті. Қайсы бірі ағаш тостаған мен, қалайы тобатаймен ішіп отыр. Дастархандағы дойбының тасындай шашылып жатқан жапырақ жүгері нан мен қауын құрт лезде сап болды. Шешем шайға тістеме болсын деді ме, сөк әкеп төкті.
Үйдегі жалғыз қырлы стакан маған тиген. Сонымен сыздықтатып шай ішемін. Ауылдастарымның елбіректеген көңіліне семіріп отырмын. Бәрі маған соғыстан оралған солдаттан бетер қоғадай жапырылады. Кеулеп ортаға алып әкеме қорадағы екі ешкінің бірін сойғызам. Қызылсырап әрі іші пысып жүрген көп тарқамады. Отырыс аяғын той-томалаққа айналдырып жіберді. Ауыл құшағы ыстық қой шіркін. Ағайын туыстарға, көршілерге қыдырып аунап-қунап жүргенімде демалысымның қалай өткенін де аңғармаппын. Ертеңіне қалаға жүрем деп отырған кеште шешем үшеуміз оңаша қалған бір сәтте әкем маған мынаны айтты. Шырағым, жас емессің. Институт деуші едің, оныңа түстің. Енді мына өлмелі кемпір шалдың саған қояр тілегі бар. Біздің қолымызды ұсарт. Кәрі қойдың жасындай жасымыз қалды. Бір аяғымыз жерде, бір аяғымыз көрде. Қызығын көрейік. Қаламына тұрған жер, келіп кетіп тұрасың. Кімді табамын деп дал болмай-ақ қой. Құдай қосқан, құдамыз бар. Бұрыннан атастырып қойған қалыңдығың бар. Мына төменгі ауылда белгілі жердің қызы. Бой жетті, сары майдай сақтаған баламды алып кет деп хабар айтыпты Хасен деген атаң. Не дейсің балам? Қаным басыма шапты. Еркелеп тіземе кеп сүйкенген бала мысықтың басынан сипалап, төмен қарап отыра бердім. Әкем мен шешемнің Хасен, оның Мақпал деген қызы жайлы сыбыр-көбірін ептеп құлағым шалатын. Бірақ оған мен мән бермеуші едім. Құйрық бауыр жесіп Құдай атына берген антымыз бар. Мақұл десең көктемге қам жей береміз, деді әкем тағы да. Әкемнің тым жеделдетіп жібергеніне шошып кетсем керек, жәрдем сұрағандай шешеме жалтақтаймын. Әңгіменің аужайын үнсіз баққан шешем маған жаны ашып шыр ете қалды. Баланы алқымға ала бермей ойлануға мұрсат берсеш, жайыңа отыр былай, деп әкем ашу шақыра аларды. Институтына түсірмей-ақ алып беретін ем. Бала жап-жас деп сен-ақ болмаған. Мен сен осы неше жасымда алдым білесің бе? 16-да емес пе едім? Ой шіркін-ай, оны қайтесің? О заманның баласы мен бүгінгі тең болып па? Жә, тоқтат енді, басты қатырмай. Балам, сен не дейсің? Аузыма су толтырып алғандай үндемедім. Әкем жауап ала алмайтынын білді ме? Балтай-шалтайды білмейм, жазды алып берем деп бірақ кесті де төсегіне жатып қалды. Үйлену деген үш ұйықтасам түсіме кіріп еді. Қатты абыржыдым. Табан астына қырсыққа ұшыраған жандай дағдара орнымнан тұрып далаға шығып кеттім. Ақпанның аяғы еді. Жер қара болғанмен суық жел гулеп тұрған. Қойын қонышымды тіміскілей жөнелді. Тоңсам да көпке дейін үйге кірмей тыста ұзақ сенделдім. Шоқатқа шығып қала жаққа көз тіктім. Қала оттарын іздедім. Қ қаласындағы педагогика институтының тіл әдебиет факультетіне түсіп оқып жүргеніме жарты жылдан асты. Студенттік жат өмірге бірте-бірте үйреніп келемін. Сабақтан бас көтермеймін. Бір бөлмеде 4 жігіт жатамыз, татумыз. Ауылдан келген талқан, сөк, қалта-құлтаны ортаға салып бөліп жейміз. Қала рәсіміне де бейімделе бастағанмын, ауылдағыдай емес. Бас аяғыма қарап жинақы жүретін болдым. Алдымыздағы курстағы студенттердің жүріс-тұрысына еліктеймін. Шалбарды, қырлай киюді де үйреніп алдым. Түнде жатарда су бүркіп, төсек астына салып жатсаң азанда, үтіктегеннен бірде кем емес, қырып шақтай боп шыға келеді. Кино, сау кештерінен де қалмаймын. Сау кештеріне барғанда бір қысылатыным би билемеймін. Ауылдан келгендердің көбі сондай. Басқалар биге түсіп, жырғап жүргенде біздер қалтарыс бұрышқа тығылып көзіміз жәудіреп тұрғанымыз. Осы кезде ойласам, ең алғаш көкірегімізге шоқ түсіріп, бойымызға жігіттік желік бітірген сол сауық кештер екен. Бой жеткендер көп еді. Біздің курста 7 қыз бар болатын. Бәрі де ажарсыз емес. Бірақ та солардың ішіндегі Ақтөбе жақтан келген Аңсаған деген қыз ауызға үріп салғандай өте әдемі еді. Жасаураған қарақат көзі мөлдіреп тұрады. Қос бұрым қара шашы тілерсегіне түседі. Аққұба өңі жаңа ғана моншадан шыққанда әрдайым албырап жүреді. Ашық, ақ жарқын. Басқа қыздардай қылымсымайды, сызылып ызылмайды. Алғашқы кездескеннен-ақ ішім Аңсағанға елден ерекше ұйыды. Ол да біртүрлі іш тартып жылы ұшырайтындай. Ашықтан ашық өзіне жақын тартады. Бірде ол мен конспектімді сұрап алып еді, қайтарып берерінде Қасым, қолың жақсы екен, әрі еш қатесіз жазады екенсің деген. Ойымда ештеңе жоқ етін. Соның артынша біздің комсомолымыз сақал мұртын күндіз қыратын сақа жігіт Танабек қабырға газетін сен жазасын деп жатты да жабысты. Кейін білдім, қолы анық, маржандай тізілтіп сұлу жазады деп Аңсағанның мақтағанын естіпті. Оның мені жақсы көретінін мына бір оқиғадан соң көзім жетті.
Кешкі мезгіл еді. Көк кастрөлімді көтеріп тамақ пісіретін бөлмеге бардым. Электр жарығы жоқ, сөк жібіткелі келгенмін. Көк кастрөлімді плитаға қойдым. Үлкен пеш жанында 2-3 қыз тұр. Назарлағаным әлсіз. Бөлме іші күңгірт, сексеуіл оты гүрілдеп жанған. Қасымға күйеуге шыққан қыздың бақыты бар ғой, тамақ істетіп қойып шалжиып жататын деп сылқ-сылқ күлді маған таяу тұрған қыз. Бізбен бірге оқитын типі қара қыз. Тілінің бізі бар. Кілең өстіп шымшып алады. Жауап қатпадым. Кастрөліме сөк салып, сыры түскен ағаш қасығыммен былғап тұра бердім. Арманың сол шалжиып жату болса, сен алған жігіттің маңдайы не болар екен? Деді мен үшін қыздардың бірі жауап беріп. Аңсаған, сыңғырлай шығатын даусы қатқыл, мен үшін намыстанып қалғандай. Тұла бойым ду етіп, жұлын жүйкем тартылған сымдай жайсыз күйге түстім. Содан ба кенет қолымдағы қасығым кастрөл жиегін абайсыз іліп кетті. Алда масқарай, қисайған кастрөлден қызған плита үстіне төгілген көже шаж етіп шашырады да қара қошқыл көк түтін көміп жүре берді. Мен не істерімді білмей сасып қалған. Кастрөлдің жиегінен ұстай алып едім, саусақтарым дыз етіп жабыса қалды. Дереу қолымды тартып алдым. Кастрөл одан бетер қисайып, көже қып-қызыл сексеуіл шоғына барып қор-қор құйылды. Бу аралас қара қошқыл қою түтін бөлме ішін тұмандатты. Саусақтарым заматында күлбіреп шыға келгені. Қыздар күлкіге қарқ болды. Аспазшы жігітіме болайын, қап асығыс мақтаған екенмін деп әлгі типі қыз шек сілесі қатып күлді. Аңсаған қасыма ұшып жетті. Қап, қолың аман ба? Аман. Ол қолындағы шүберегімен қорқырап жатқан кастрөлді жиегінен ептеп ұстап тартып алды да жерге қойды. Мен күйген саусағым шыдатпай бара жатқан соң үрлеп тұрғанмын. Күйіп қалған ба? Кәне. Ол оң қолымның саусақтарын алақанына салып көрді. Ештеңе етпейді. Қазір түс себеміз деді. Саусақтарының күйгенін елемеуге тырысып қыңқ демедім. Елпектеп кеп жанашыр мінез танытқан қызға риза болдым. Сондай тұз сепкен саусақтарымы ашып, шыбын жаным көзіме көрінсе де шыдап бақтым. Сыр берсем оның ықыласы зая кетердей сезіндім. 1 бөлімнің соңы.